Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге менің жағдайымдағы тоқымаға қажетті құрал жабдықтармен таныстыратын боламын. Ең бірінші кезекте осындай шұлық тоқуға арналған специялармен таныстырғым келіп тұр. Бұл специялардың өлшемі әртүрлі. Оны сіз өзіңіз таңдаған жіпке байланысты таңдап аласыз. Мысалы, мен осындай шұлық тоқып бастадым. Бұл шұлықтың жібі өте жіңішке болғандықтан мен 2-25 номерлі специяны таңдап алдым. Бұл специялардың номерін қалай білеміз десек, осындай арнайы линейка болады специяның номерін анықтауға. Мысалы, 2-25 номерлі специя. Осылай анықтап алып тоқи бересіздер. Келесі қайшы міндетті түрде керек болады. Сантиметрлік лента. Бұл өлшемін шығаруға арналған, кез келген зат тоққан кезде қолданылады. Және де осындай тебен ине. Бұнда әртүрлі мақсатта қолданады. Мен көбінесе шұлықтың басын бекіткенде осы тебен инені қолданамын. Және маркер. Бұл маркерлер әртүрлі тоже. Егерде жаңадан тоқып келатқан қыз-келіншектер болса, шұлықтың басына осындай бір маркерді қыстырып қояды. Сол арқылы шұлықтың басын біліп отырады. Және де электронды счетчик. Бұл қатар санын санауға арналған құрылғы. 1-2 деп кете береді. Бірақ маған бұл мен тоққан ыңғайсыздық тудырады. Мен көбінесе дәптерге жазып алып отырғанды жақсы көремін. Және де осындай түйреуіштер шұлық тоққан кезде өрнектерді бөліп алып тоқуға ыңғайлы. Сосын осындай крючок біздер. Бұл крючоктардың да номерлері әртүрлі. Мен көбінесе осы крючокпен слейдларды тоқимын. Келесілермен беретка, кардиган, әртүрлі заттар тоқи беруге болады. Және де осындай круговые специи. Менде осы 2 түрі ғана қалыпты. Мынау 3-75 номер. Бұнымен мен көбінесе башмақ тоқимын. Және де жилетка, шапка сондайда тоқи беруге болады. Бұлардың да размерлері әртүрлі. Және де егер сіз тоқыманы тапсырысқа тоқитын болсаңыз, осындай блокатор алуыңызға болады. Мен бұл блокаторды интернет дүкеннен тапсырысқа алдырттым заказға. Мысалы, кез келген шұлық тоқсаңыз, оны жуып, кептіріп, булап, осы блокаторға кидіріп фотоға түсіресіз. Сонда әдемі шығады. Парақшаңызға қоюға да өте әдемі. Және осындай манекенде алдыруға болады. Әртүрлі сайттардан немесе магазиндерде сатылады. Кез келген жіп сататын магазинде болады. Сосын соңғы міне осындай балалардың шұлығын пинетки, кеды тоққан кезде осыған кидіріп фотоға түсіруге өте ыңғайлы. Егер де сіз видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алуа.